Шетелдік сараптама жүйесі білім және ғылым вице-министрі Фатима Жақыпованың диссертациялық жұмысынан плагиат белгілерін анықталды. Бұл туралы плагиат PL халықаралық компаниясының басшылығы мәлімдеді. Фатима Жақыпованың ғылыми жұмысын Сәтбаев университетінің проректоры Ринат Искаков Strike Plagiarism халықаралық жүйесі арқылы тексерген. Сараптама қорытындысы бойынша диссертацияның жартысынан көбі басқа ғылыми еңбектерден алынғандығы анықталды. Автор оны тіпті өңдеместен сол күйінде пайдаланған. Плагиат PL халықаралық компаниясының атқарушы директоры Али Тахмазовтың айтуынша, бұл өрескел заң бұзушылық. Вице-министр Жақыпова ханымның докторлық диссертациясында көшірме көп. Көпке үлгі болуы тиіс ведомствоның басшылығынан сондай келеңсіздіктің анықталғаны көңілге кірбің ұялатады. Жалпы Қазақстандағы заңнамалық вакуум мен қоғамның плагиатқа деген тиісті көзқарасының жоқтығынан мұндай жағдай қайталана береді. Бұл мәселеге байланысты вице-министрдің өзі қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Жалпы Жақыпованың диссертациялық жұмысына қатысты әңгіме бүгін ғана басталған жоқ. Бір ай бұрын министрліктің бұрынғы қызметкері вице-министрдің жұмысының плагиаттыққа тексеру нәтижелері бойынша диссертацияның 40% ғана түпнұсқа екенін айтқан болатын. Бірақ шенеунік әлеуметтік желіде бұл айыптау негізсіз деп, оған дәлел ретінде ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығы берген құжатты жариялады. Ол бойынша ешқандай заң бұзушылық анықталмаған. Ал плагиаттарды анықтаумен айналысатын халықаралық ұйымдардың өкілдері ғылыми жұмыстың нақтылығына арнайы сарапшылар ғана баға береді деген пікірде. Бірде-бір бағдарлама плагиатты анықтай алмайды. Пайыздық көрсеткіш пен сәйкестіктерді көрсетуі мүмкін. Бірақ нақты бағаны тек арнайы сарапшылар береді.